Менің есімім Абдуллаева Сымбат. Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12 сынып оқушысымын. Қазақтың ұлттық тағамдары өзіндік жұмсақтығымен, тіл үйрер дәмімен ерекшеленеді. Бүгін мен сіздерге қазақ десерттерінің бірі балқаймақтың қалай жасалатынын көрсетемін. Үй жағдайында мынандай қоспалар арқылы жасауға болады. 180 грамм бал, 70 мл сүт, 30 грамм ұн және 400 грамм 25% қаймақ. Қаймақ сұйық күйге айналғанша су моншасында 5-7 минут ұстап тұрамыз. Кейін үстіне бал қосып, тағы да 3-5 минут араластыру керек. Содан кейін ұн мен сүт қосылған қоспаны саламыз да тағы да араластырамыз. Біздің қаймақ дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.